Сәлеметсіздер ме, оқырмандар? Менің есімім Гүлдана Жанәліқызы. Бүгінгі айтатын тақырыбым мұрыннан қан кету. Жиі балаларда мұрыннан қан кету мазалап жатады. Сол кезде үй жағдайында қандай көмек көрсету керектігін мен сіздерге айтпақшымын. Ең біріншіден баланы отырғызып, тынышталдыруымыз керек. Екіншіден алдыны түймеленген болса ағытып, терезелерді ашып, балаға ауа кіргізуін қамтамасыз етуіміз керек. Үшінші жағдайда баланы 45 градусқа, яғни баланы шалқайтып емес, баланы 45 градусқа еңкейтіп отырғызамыз. Одан кейін барып, себебі мұрыннан аққан қан толығымен ағып кету керек. Егер де қанның ағу көлемі жоғары болатын болса, ондай кезде бізге перекис водорода 3% және де стерилді мақта керек. Сол перекис водороданы мақтаға құйып, мұрнына кіргіземіз, яғни бетке тампонада жасаймыз. Егер де қанның ағу көлемі жоғары болатын болса, ондай болса біз артқы тампонада жасауымыз керек болады. Оны лор дәрігерлер жасайды. Ол үшін жедел жәрдем шақырып, ауруханаға баруға тура келеді. Енді көп жағдайда осы мұрыннан қан ағудың себептері қандай? Не үшін балаларда жиі қан ағу болады? Біріншіден, 90% жағдайда балаларда мұрыннан қан ағудың себебі ол балалардың өзінде мұрнында жаңағы қан тамырлардың беткей орналасуы және шырышты қабаттардың әлсіз болуына байланысты балаларда қан ағу мазалайды. Екінші жағдайда вирустық инфекциямен ауырған кезде, мысалға ОРВИ-мен, ЖРВИ деп айтамыз, яғни респираторный вирусты инфекциямен ауырған кезде, жоғарғы тыныс алу жолдарымен ауырған кезде балалар түшкіреді, су ағады, сол кезде мұрынға өте күшті түрде күш түседі. Сол жағдайда мұрыннан қан ағу байқалады. Үшінші жағдайда травма болған кезде, мұрын қуыстарында қандай да бір травма алған кезде қан ағу болады. Одан кейін жаз күндері күннің ыстығынан, солнечный удар дейміз, күн өтіп кеткен кезде мұрыннан қан ағу болады. Одан кейін гормондық өзгерістер кезінде мұрыннан қан ағу болады. Және де витамин жетіспеушілігі, К витамині және де С витамині жетіспеген кезде балада мұрыннан қан ағу белгілері болады. Және де қан ұю процесі бұзылған кезде балада қан ағу болады. Ол үшін лабораториялық зерттеу әдістерін жүргізу керек. Қанның ұюын свертовый крови дейміз, соған тапсыруымыз керек болады. Және де әрине лор дәрігермен педиатрға бару міндетті болады. Егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басыңыздар, подписация бөліміне өтіңіздер, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сау болыңыздар, ауырмайық.